Адамдардың айтуынша біздің заманымызға дейін біздің планетамызда әртүрлі жаратылыстар болған дейді. Әрине мен мұндай ақпараттарға ешқашан сенбеймін. Бірақ қазірдің өзінде ғаламторда мифологиялық қорқынышты видеолар өте көп. Тіпті олардың біразы сапалы түсірілген. Бүгін біз сіздерге камераға түсіп қалған белгісіз жаратылыстарды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Осы видеоның авторы атасы қайтыс болғаннан кейін ормандағы үйін саяхатшылыққа өткізбекші болады. Бір күні автор үйінің жанынан осындай белгісіз заттарды көре бастайды. Сөйтіп автор ормандағы үйге қонуды шешіп, түнде орманнан белгісіз біреуді көреді. Терісі бозарған және көзі жоқ адамды көргенде автор бірден үйіне қашуға тырысады. Мүмкін бұл әйел бақсы болуы мүмкін. Бірақ бұл видео қатты қорқынышты емес. Және біз бұның кім екенін біле алмадық. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарийге жазып кетіңіздер. 2017 жылдың 3 шілдесінде Ванкувер қаласында теңізде қатты дауыл пайда болады. Автор болып жатқан оқиғаны видеоға түсіріп үлгерді, және ол ерекше дыбысты кадрларды алғысы келді. Видеодан біз қалың бұлттан таңғажайып алып тіршілік иесін байқаймыз. Видеоның сапасы өте жақсы көрсетілген. Бұл белгісіз жаратылыс 2019 жылдың қаңтарында камераға түсіп қалған болатын. Видеоның авторы итімен бірге ақш-тағы жағажай ұлттық паркінде серуендеп жүреді. Оның айтуынша автор өзінің жаңа камерасын сынап көрмекші болады, және ол судың бетінде жүзіп жүрген біртүрлі тіршілік иесін байқайды. Сонымен бұл мақұлық не болуы мүмкін? Американдық екі жігіт қараусыз қалған ет комбинатына барады, және олардың мақсаты елестерді камераға түсіру болатын. Нәтижесінде олар белгісіз қорқынышты жаратылысты көреді. Адамдардың айтуынша бұрын бұл жер зират болған, және бұл жерде өлім көбірек болған екен. Екі жігіт қара мақұлықты көргенде ойларынан айнып сол жерден дереу қашып кетеді. Бұл видеодан біз нағыз айдаһарды көреміз, және біз ғалымдардың айдаһарды қалай зерттеп жатқанын да көреміз. Көпшіліктің айтуы бойынша бұл видео шынайы. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Бұл видео шынайы ма әлде жалған ба? Бәлкім бұл қандай да бір фильмнің үзіндісі шығар, белгісіз. Бұл видео Чилидің солтүстік бөлігінде түсірілген болатын. Жергілікті тұрғындар үңгір аймағында қасқырлар мекендейді деп санайды. Бұл кадрда біз адам тәрізді мүйізі бар ешкіні көреміз. Бұл видеоны жергілікті тұрғын әкесімен бірге түсірген болатын. Және адамдардың айтуы бойынша бұл жануар ұзақ уақыт бойы байқалмай қалғанын айтады. Бұл мақұлық адам да емес, ешкі де емес, оның не екенін өздеріңіз де біліп отырған боларсыздар. Бұл видео Таиландта түсірілген болатын. Шағын ауылдың тұрғындары ешкім анықтай алмайтын тіршілік иесін тапты. Бұл тіршілік иесінің тұмсығы күшіктің тұмсығына ұқсайды. Бірақ нақты қандай жануар екенін ешкім біле алмады. Және тұрғындар бұл жануарды өлтірген жоқ. Видеоның авторы таң атпай орманды аралап жүреді.
Бір кезде ол ағаштың артында жасырылған белгісіз тіршілік иесін байқайды. Бұл жаратылыс өзін қалай жасыру керектігін жақсы білетін секілді. Өйткені ол көзге көрінбестей қозғалады. Және автор бұның не екенін түсінбеді. Ал сіз орманда осындай жаратылыстарды көргенде не істер едіңіз? Сонымен достар, видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.